достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы. Жалпы кейбір кездері өмірде болатын жағдай, телефонымыздың Google аккаунтын ұмытып қаламыз. Соны қалай восстановить етеді, мен сіздерге көмектесетін боламын. Ссылкасын міндетті түрде описанияға тастап кетемін. Мына жерге өзіңіздің ұмытып болған аккаунтыңызды жазасыздар. Далее басамыз. Последний пароль дейді. Последний парольді біз білмейміз. Сосын другой способ деген басамыз. Сіздің егер аккаунт сіздің телефоныңызда сізден рұқсат сұрайды, сіз данын басып восстановить етсеңіздер болады. Мен қазір сіздерге көрсетейін. Төбесінен сізге код келеді. Келмейді. Міне дан басамыз, 70 деген басамыз. Жаңа 70-ті көрсеткен болатын. Мына жерге өзіңіздің жаңа енгізетін пароліңізді жазасыздар. Паролыңыз 8 әріптен көп болу керек. Şu алтыншы жазуыңыз керек. Сосын мына жерге бір паролыңызды қайталап жазасыздар. Изменить пароль. Мына жерден сіздің безопасность дегенді қосуды сұрайды. Тағы да сіздің аккаунтыңызды бұзып алмау үшін сізге двухэтапный аутентификация қосуды үйретемін. Қайта айтсам кешірім сұраймын. Астыға түсеміз. Пароль двухэтапный аутентификация. Резервный адресті міндетті түрде қосып қойыңыздар. Ол да керек болады. Нөмір ауыстырмақшы болсаңыз, мына нөмір деген жерге кіресіздер. Мен қазір двухэтапный аутентификация қосам. Бұл қандай жағдайда керек? Сіздің аккаунтыңызды бұзып алмау үшін. Мына жерге қазіргі пароліңізді жазасыздар. Точка. Кеттік. Двухэтапный аутентификацияны қосқан кезде сіз нөміріңізді ұмытып қалмауыңыз керек. Ол міндетті түрде керек болады. Дан басамыз. Міне мына жерден дәл осы жерге сіздер аккаунтыңызды енгізесіз. Мына жерден елді таңдап алайық. Алдымен Қазақстан жоғары жағында болу керек қой. Кения, міне Қазақстан басамыз. Ол жерде нөмірімізді енгіземіз. Это 50. 865 17. Мына қол тұр. 865 17 кеттік. Отправить етеміз. Қазір нөмірімізге код келеді, осыны жазамыз. Міне 67 35 42. 67 30 бұл кетті. 67 35 52. Кеттік, дәлені басамыз. Қате жаздым.
42 ekan. 42. Далее. Міне. Бізге уже двухэтапный аутентификация келді. Біреу сіздің аккаунтыңызды жазатын болса, ол сіздің нөмірді код келеді. Кодты оған жазып, сосын барып тұрып басқа телефонға жазылады. Осымен менің видеом бүгінге аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, кішкене болсын қолдау көрсетіп кетіңіздер. Аман сау.